Саламатсыздар ма әріптестер? Мен бүгінгі сіздермен бөліскелі отырған әдіс тәсілінің бірі балық аулау және ұшақпен саяхат деген әдісті көрсеткелі отырмын. Бұл жерде балалар күнделікті сабақта ойын арқылы өткізетін болсақ, балалардың белсенділігі артады деп ойлаймын. Мына жерде балық аулау ойыны арқылы балалар күнделікті беріліп жатқан тапсырмаларды жылдам әрі шапшаң орындайды. Әрі белсенділік артады деп ойлаймын. Осылайша математика сабағында, кейін ана тіл сабағында қолдансаңыздар болады. Одан кейін екінші әдіс тәсілінің бірі саяхатқа шығу арқылы ұшақпен саяхат деп атады. Бұл ұшақпен саяхаттағанда балалар алыс қалаларға немен барамыз деп сұрай отырып, ұшақпен, пойызбен деп балалар жауап береді. Сол кезде олай болса, ол тапсырма ұшақпен сол қалаларға шығу үшін осы тапсырмаларды орындау арқылы біз саяхаттаймыз дегенде балалар ен шығайшы деп осы тапсырмаларды